Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Жанна. Бүгін біз сіздерге 2015 жылғы «Слепая зона» сериалы туралы айтып беретін боламыз. Сериал Таймс-скверді көрсетуден басталады. Онда полиция көшеде жатқан сөмкені байқайды. Ер адам абайлап, жақындап келеді. Онда не болып жатқанын түсінбестен полиция көшені қоршап алады. Сапер сөмкеге қарай бет алады. Жол бойында радиацияның бар жоғын сканерлейді. Кенеттен сөмке қозғала бастайды. Және одан бір жалаңаш қыз шығады. Фильмнің әрекеті Кентукки қаласына ауысады. Онда қарулы адам отбасын кепілге алды. Курт бастаған ФБР отряды үйге кірді. Оған үйді арнайы құрылғымен ағарту идеясы келді. Осылайша ер адамның қайда жасырынғанын білді. Миссия аяқталғаннан кейін оның жаңа тергеуге көмектесу үшін Нью-Йоркке дереу шақырды. Беттани бұл табылған қыздың Джейн деп аталатыны туралы хабарлайды. Оған зип деп аталатын зат салынғанын айтады. Ол адамдарға айтарлықтай үлкен көлемде ауыр психологиялық бұзылуларға арналған. Бұл зип қыздың денесінде нормадан бірнеше есе асып түседі. Содан кейін Куртқа Джейнді көрсетеді, және ол оны бірінші рет көретінін айтса да, оның атымен татуировкасы жарқырайды. Бір сәттен кейін Курт дерекқорды Джейннен кез келген сәйкестікке тексеруді бұйырады, бірақ бұл ештеңеге әкелмеді. Зерттеу корпусына оралғаннан кейін сөмкені кім әкелгенін білу үшін Таймс-скверден барлық жазбаларды алып тастау қалады. Агент Паттерсон Джейнді тексеруге кіріседі. Оның барлық татуировкасы жаңа 1-2 күн бұрын салынған сияқты. Әр татуировканы қарап шыққаннан кейін Курт бұл барлық жауаптарды жасыратын бас қатырғыш сияқты деп болжайды. Және ол Джейнге барады. Оның денесінде неге оның есімі мен татуировкасы бар екендігі өте қызықты. Өйткені дәрі-дәрмектің үлкен дозасына байланысты оның жады кем дегенде бір нәрсені еске түсірмеді. Ол Куртқа қол тигізеді, бірақ бәрі сәтсіз болды. Содан кейін Курт оны жаңа үйге апарады. Олар істі жапқанша ол сонда өмір сүре алады. Сол түні Джейн айнаға қарайды. Ол енді жады жоқ екеніне қатты ренжіді. Келесі күні оны дәрігердің сеанстарына апарады. Ол Джейнге шайын немесе кофесін таңдауды ұсынады. Ол кофені жақсы көретінін көрсетіп, кофе ішеді. Дәрігер менің кім екенімді анықтауға көмектесетін жаңа таңдау жасауға кеңес береді. Содан кейін Джейн дәл қазір татуировканы үйреніп жатқан Куртқа келеді. Джейн бір татуировканың қытай тілінде жазылғанын байқайды. Ол қандай да бір себептермен жазылып тұрған сөздерді түсінеді. Мекен жайы мен күні жазылғанын айтады. Сонымен бірге бүгінгі күн ал мекен жайы ірі компанияда жұмыс істейтін Чао есімді қытайлық жігітке тиесілі. Агенттер осы мекен жайға мүмкіндігінше тез жіберіледі. Бірақ Чао ол жерде болмады. Бірақ оның бөлмесінде бүкіл зертхана мен пароль бар ноутбук болды. Осы уақытта әскери теңіз күштерінің символикасы бейнеленген тағы бір татуировканы көруге болады. Мүмкін Джейн элитный теңіз әскерлерінің қатарынан шыққан, немесе құпия. Бұл олардың Джейн туралы қандай да бір ақпаратты таба алмағанын түсіндіреді. Бірақ Джейн көрші пәтерде тұрмыстық жанжал басталып, айқайлап жатқанын естіді. Ер адам қолын және Джейнге көтеруді шешеді. Ол бейсаналық түрде қарсы тұрады. Шуға Курт келіп Джейнді алып кетеді. Осы уақытқа дейін пароль бұзылды. Ноутбукта Чаоның белгілі саясаткерге шабуыл жасап жатқанын мойындайтын жазбалар анықталды. Жазу сәтінен бастап 3 сағат ішінде. Бұл бейнені көрген Курт оны Қытайдан келген мигранттармен күресіп жатқан сенатор Джуди деп санайды. ФБР агенттері Чаоның номерін бұзды. Бірақ олардың барлығы өшіріліп, ал хаттар Вэньчжоу тілінде жазылған. Оның екінші атауы шайтанның тілі. Сәл кейінірек олар Чаоның телефонын қашықтан қосып, желіге кіріп, сол арқылы оның позициясын біледі. Курт сол жерге келіп Чаоны бірден байқайды. Чаоға біреу сенің артыңнан бақылау ұйымдастырылды деген хабарлама жібереді. Чао бір пойызға отырып және кері санақ бомбасын жол бойында бекітіп, төтенше тежеу жасайды. Агент жолаушыларды пойыздың басқа бөлігіне кетуді сұрайды. Ал Курт бомбаны алып, оны туннельге лақтырып жібереді. Бұл жерде ешкім зардап шекпеген ең үлкен жарылыс жасайды. Чаоның хаттарын оқығаннан кейін Джейн анасының түрме лагерінде қаза тапқаны үшін қайғырғанын біледі. Ол және оның әпкесі ақштан көмек сұрады. Бірақ оларға ешкім жауап бермеді. Курт Чаоның мақсаты саясаткер емес, бостандық мүсіні екенін түсінеді. Джейн олармен бірге жүруді сұрайды. Курт жақсылық береді. Бірақ сізге сауыт кию керек. Мүсіндерге кіріп, екеуі бір адамды байқайды. Курт жерге жатуға бұйрық береді. Бірақ Чао күрт бұрылып оқ жаудырады.
Курт күдіктінің артынан қуалап тұзаққа түседі. Бастапқыда жекпе-жек тең болса да, Чао жеңіп шығады. Куртты өлтірер алдын бір сәт бұрын Джейн оларға көтеріліп, Чаоның қолына оқ жаудырады. Бұл оның белгісіз адаммен бірге оқ атуды жаттықтырған естеліктерін оятты. Департаментке оралғаннан кейін белгісіз Курт Джейннің Қытай тілінде еркін сөйлейтінін және қоян қолтық навыки шеберлігі мен жақсы ату шеберлігі бар екенін және оның татуировкасы көптеген адамдардың өмірін сақтап қалуға көмектескенін айтады. Бұл істі бастаған адам өте ақылды екені анық. 100%. Бұл тек бастамасы. Беттани сәл үзіліс сұрайды. Ертең олар жұмысын жалғастырады. Барлығы кеткеннен кейін ол құпия бар файлды шығарады. Татуировкалардың бірінде оның аты табылды. Бұл жағдайда істің номері татуировкамен сәйкес келеді. Біраз уақыттан кейін Курт Джейнге барады. Олар бәрін шешеміз деп уәде береді. Бірақ Чао аурухана төсегінде есіне келгенде, Джейннің естелігіндегі ер адам палатаға кіреді. Ол жігітті о дүниеге жібереді. Серияның соңында сол адам Джейнге зип затының қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, және ол өз еркімен инъекцияға келіседі. Егер сіз жалғасын алғыңыз келсе, комментарий жазып лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Жанна киношолу арнасы. Жақын арада кездескенше.